Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін бізде сұхбатта жақында ғана қаламызға JJFC турнирінің белбеуін алып келген жауынгеріміз Қанатбайұлы Жамбыл бауырымыз. Сұхбатқа келіскеніңізге рахмет. Ассалаумағалейкум. Сіздерге көп рахмет осылай келісіп сұхбат алып жатқандарыңызға. Алғашқы сұрақ, қай өңірде және қай жылы дүниеге келдіңіз? Мен осы Арқалық қаласында дүниеге келгем 2005 жылы қараша айының 30 күні дүниеге келгем. Спортқа қалай келдіңіз? Қай жастан басталып? Мен осы спортқа осы Арқалық қаласына осы медициналық колледжге оқуға түскеннен бастап айналысып келем. 2021 жылдан бастап осы қараша айында осы намыс клубына келіп дайындықты бастадым. Бұған дейін басқа спорт түрлерімен айналысқан жоқсыз ба? Бұған дейін мектеп оқып жүрген кезде күрес спортымен айналысқам. Қанша жыл, қанша ай? Күреспен 2 ай ма 3 ай ма солай ғана айналысқам. Мынау JJFC-ге тоқталайық. Оған дайындық қалай өтті? JJFC турниріне дайындық жақсы өтті. Негізі қарсыласымды басқа қырғыз жауынгерін беретін болған. Содан кейін қырғыз емес, осы қарағандылық спортшыны беріп, сонымен төбелесіп келдім. Дайындық жақсы өтті. Өзіміздің осы Арқалық қаламызда намыс клубында Ербол ағайдың қолында тренировка өтті. Осы JJFC-дің басқа турнирлерден айырмашылығы қандай? Бұл жерде жаңағындай белбеуге талас болды. Белбеу берілгендіктен бұл жерде кішкене қарсыластардан мықты қарсыластар келеді. Солысымен ерекше болды. Жеңіске жеткен сәттегі сезіміңіз қандай болды? Сезім өте күшті болды. Осы Ербол ағайынан кейін, поезд қалаға келгеннен кейін өте сезім жақсы болды. Қателеспесек, 2018-де бірінші пойыз осы Мұқанов Ербол бапкеріңіз алып келді, қалаға. Сол Ербол ағайдан кейін екінші пойызды мен әкелгеннен кейін сезім өте күшті болды. Құттықтаймыз. Жекпе-жектерге қалай дайындаласыз? Жекпе-жектерге осы Ербол ағайым айтқан әдіс тәсілдерімен дайындаламын. Ербол ағайым не айтса, соны жасап, күнделікті соны орындап, сонымен дайындаламыз. Жаттығу барысында өзіңіздің бір арнайы көңіл бөлетін әдіс тәсілдеріңіз бар ма? Иә, өзім коронный әдістерім бар. Соларға өзім жұмыс жасап отырамын. Спорт сізге не үйретті? Спорт маған сабырлыққа, қандай ортада болмасын өзіңді қалай ұстауға, қандай жерде өзін сөйлеу керек, қандай жерде сөйлемеу керек деген жерлерде сөйлемеуге деген сияқты ұстанымдарды үйретті. Жекпе-жек мінезді қалай қалыптастырады деп ойлайсыз? Мен осы спортқа келмей тұрған кезде өзім қандай жерде қалай сөйлеу керектігін, қандай жерде өзімді ұстау керектігін білмейтін. Қазір осы спортта жүргеннен кейін, адам спортта жүргеннен кейін өзінде сенімділік болады. Бір жерде болмасын, мысалы, бір ортада тұрған кезде немесе жаңағыдай өзіңдікін сөйлеген кезде жаңағыдай өзіне сенімді болып сөйлеп отырасың деген сияқты ойлармен қалыптасты. Бүгінгі жастарға спорт не үшін керек деп ойлайсыз? Қазір жастарға спорт өз-өзін қорғау үшін, өз-өзін қалай ұстау керектігін, ер мінезді болу үшін деп ойлаймын. Мысалы, қазір жастар көбінесе жаңағыдай спортпен айналыспайды. Көшеде темекі шегіп, ішіп деген сияқты зиянды заттармен айналысып жүргеннен кейін, спорт осы бүкіл ер азамат болғаннан кейін бәріне керек деп ойлаймын. Отан қорғайтын ер азамат дейсіз ғой. Ер болғаннан кейін спорт керек қой. Жекпе-жекпен айналысқысы келетін жастарға, балаларға қандай кеңес беретін едіңіз? Егер де жекпе-жекпен айналысқысы келетін осы Арқалық қаламызда жастар болса, осы намыс клубына келсін. Әрдайым есігіміз ашық. Мысалы, осы жекпе-жекке келгеннен кейін осы Ербол ағайымыздың қолында өмірге деген көзқарасы өзгереді деп ойлаймын. Мысалы, мен өзім жекпе-жекке дейін және жекпе-жекте осы қазір жүргеннен өмірге деген көзқарасым өзгерді. Осы Ербол ағайдың бізге үйрететіні, білетіні көп, үйреткені көп. Алдағы спорттық мақсаттар қандай? Осы айдың 9 күні Құдай қаласа Қостанай қаламызда боевой самбодан облыс турнирі өтеді. Құдай қаласа сол жарысты жеңіп алу. Қандай деңгейге жетуді мақсат етесіз? Мақсатым осы жекпе-жек түрімен және боевой самбо түрлерімен осы әлемдік деңгейде өнер көрсетуді армандаймын. Осы бүкіл Қазақстан жерінің елінің
көк туын көтерсем деген мақсатым бар. Осы арқалық қаламыздың атын шығарсам деген мақсат бар. Соған әрекет етіп жұмыс жасап отырмыз. UFC төрінде өнер көрсетсем ба деген арман мақсатым бар. Үлгі тұтатын спортшыңыз? Мен үлгі тұтатын спортшым Али Бидрис, осы қазақстандық жауынгер, найза турнирінің чемпионы және қазіргі таңда Қазақстан елін әлемде UFC төрінде дәлелдеп жүрген Али Бидрис. Не үшін ол кісі? Али Бидрис ол өте мықты жауынгер. Оның өзінің жаңа қарапайымдылығы және осы әлемде деңгейде өнер көрсетіп жүрсе де қарапайымдылығы, еңбекқорлығының арқасында осындай бүкіл Қазақстан жерін әлемге танып жүрген жауынгер. Осы кезге дейінгі ең қиын қарсыласыңыз кім болды? Мен осы кезге дейін ең қиын қарсыласым осы найза промоушнда, найза турнирінде төбелескен тәжікстандық жауынгер Шамалов Мұхаммадин деген тәжік жауынгерін, мықты жауынгер болды. Спорт болғасын жеңіспен бірге жеңісте қатар жүреді. Жеңілген сәттерде қолдау білдірген жандар болса, кім және қандай сөздермен? Осы мен осы спортта және жеңіліс пен жеңісте бірге жүреді ғой. Жеңілген сәттерінде мен көбінесе қасымнан табылатын өзімнің бапкерім Ербол ағай және өзімнің ағамдай болып кеткен Ербол Монтаев ағам екеуі осы. Демеп өзінің жаңағындай ақылдарын айтып, спорт болғаннан кейін жеңіс пен жеңілісте бірге жүретіндігін айтып, тоқтамауға, дальше еңбектенуге деген сияқты өздерінің жаңағындай жақсы сөздерін айтып, қолдау білдіреді. Жеңілсем де, жеңсем де әрдайым қасымнан табылатын жандар сол кісілер болып келеді. Осы жеңісіңізді кімге арнайсыз? Осы жеңісімді барша осы намыс клубындағы барша бауырларыма, осы арқалық тұрғындарына, өзімнің ата-аналарымның, бауырларымның барлықтарына арнаймын. Мен үшін қолдау білдірген, мені әрдайым қолдап отыратын жандардың барлықтарына арнаймын осы жеңісімді. Жастарға айтар насихатыңыз? Жастарға айтарым, өздеріне пайдалы нәрселермен айналысу, бос уақыттарын текке кетірмеу, зиянды заттармен айналыспау. Мысалы, қазіргі жастар темекі, тағы да басқа ішімдіктерге тәуелді болады. Сондай ішімдіктерден аулақ болу. Мысалы, жастар бір нәрсеге жетем десе, соған мақсат қойып, соған тынбай еңбектену, өз-өзіне сену. Егер де өзіне сенсең, сол нәрселерге жетесің. Солай еңбектену, пайдалы нәрселермен айналысу. Сұхбатыңызға рахмет. Сіздерге де көп рахмет, осылай келіп сұхбат алғандарыңызға рахмет.